6 күнгө тараух намазына мұсылмандарды ынталандыру үшін ғалымдар Бәйтул Мағмурды тавап еткендей сәбап алады деген. Кешегі күн Әл-Харамның қасында намаз оққандай сәбап алатын болса, бүгін Харам мешітінің, яғни ең жоғарғы жері періштелердің тавап ететін Бәйтул Мағмур, бұл бір мұсылманның дәрежесін көтеріп, дененің немесе нәпсінің кейбір тізгінінен құтылып, тізгінді рухқа беріп, рухани дәрежеге көтеріліп, яғни ол Бәйтул Мағмурды рухани жаратылыстардың тавап ететін жерін мақсат ретінде көрсету арқылы бір дәрежеге көтеріліп, тараух намазын оқуға шақырады. Екіншіден, әр құлшылықтың жасалатын, алға шығатын бір жерлері болады. Мысалы, Қағбаның қасында ең абзал құлшылық ол тавап жасау. Рамазан айында ораза ұстау сияқты Рамазан айының құптан намазынан кейін ең абзал, ең сауабы көп амал тараух намаз екенін алға шығарып, яғни осы уақытта сен тараух оқу арқылы оның сауабын осындай дәрежедегі сауапқа жеткіз аласың деп мұсылмандарды ынталандырып, оларға жігер беріп отыр.